Сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге физика пәнінің мұғалімі Қазбек Шыңғыс ағайларыңыз. Бүгін біз әлемімізде болып жатқан бізге беймәлім, көрінбейтін физикалық құбылыстарды қарастыратын боламыз. Не үшін бізге күнделікті ішіп жүрген лимонатымызда мұздар бар? Не үшін бізге бұны мұзбен ұсынады? Неге өз күйінше іше бермейміз? Себебі мұз өзіндік бір температураны сақтап тұрады екен. Қандай температура? Ол 0 градус деген температура екен. Ал енді мұз өзіндік бір 0 градус дегенді сақтап отыра, ерінбегенге дейін сол градуста тұра береді екен. Еріп болғаннан кейін өзіндік температурасын артуға бейім болады. Мысалға қарап тұрсам, үстімде қара киім, және де ақ футболкаларым бар үйде. Енді екеуінің айырмашылығын қарайық. Ақ түс пен қара түстің айырмашылығы қандай? Қара түс далаға шыққан кезде, күн түскен кезінде біз қатты ыситынын байқаймыз. Ол неліктен? Ал ақ түс қара түстен қарағанда салқындау. Ең бірінші сұраққа жауап беретін болсақ, ақ түс. Ақ түс бізде барлық цветтердің, яғни түстердің қосындысы болғандықтан, ол барлық түсті сол моментте шағылыстырады. Және де өзінде ішінде энергия ұстамайды. Ал қара түс бізде керісінше бүкіл жарықты өзіне қабылдап сіңіріп алады. Және де сол ішінде қалып қойған энергияны бізге жылу арқылы шығарады екен. Біліп пе едің осыны сен? Қараңдар достар, мен қозғала алмай жатырмын. Қанша тырыссам да, қанша күш жұмсасам да, қозғалыс бір мүмкін емес сияқты көрінеді. Бұл не үшін? Себебі әрбір дененің өзіндік бір үйкеліс коэффициенті болады. Ал ол мұзда ең төмен. Жаттап алыңыздар. Біз білетін тағы да бір тақырып бар. Карнот циклы. Ол жерде біз білетін қыздырғыш және суытқыш процестерін айтып береді. Әрине бұл процестерді қандай құрылғыларда пайдаланамыз? Мысалға, кондиционер. Мына тұрған бөлік, ол кондиционердің сыртқы бөлігі, және де біз білетін ішкі бөлігі бар. Бұлар пайдалы әсер коэффициентіне жауап береді. Қанша пайызы пайдалы, қанша пайызы пайдасыз. Қызық. Егерде ойланып келетін болсақ, бұл өмірде физикалық заңдар өте көп. Және арамызда, айналамызда қаптап жүр. Ал сен қандай физикалық заңдарды айналаңнан байқап жүрсің? Комментарияға жаза кет, және де подписацияны баса сал. Сау бол.